Сәлеметсіздерме? Мен акушер-гинеколог Измурзаева Қарлығаш Абдырзаковна. Бүгінгі сіздерге айтатын тақырыбым гормоналды контрацепцияның түрлері. Ең бірінші гормоналды контрацепция дегеніміз не? Яғни ол әйелде өзінде осындай гормондар бөлінеді, соның синтетикалық түрін ағзаға енгізу арқылы жүктіліктен қорғанудың түрі. Ең бірінші көп таралған түрі бұл таблетка, яғни бұны біз күнделікті ішіп отыруымыз керек. Түріне қарай оның 21-лік түрі бар, 28-лік түрі бар. Бұның құрамында эстроген және прогестин бар. Екі гормон, бұның екі түрі бар. Екіншісі тек қана прогестин, яғни ол көбіне емізулі әйелдерге арналған. Ал бірінші түрі, яғни эстроген прогестин бар құрамында гормон, бұл жүктіліктен қорғануға арналған, яғни етеккірдің бірінші күнінен бастап ішіледі. Егер 28 таблетка түрін ішетін болсаңыз, онда үзіліссіз 28 күн бойы ішесіз. Ешқандай үзіліс жасамай 28 күн біткесін артынан жаңа таблеткасын бастап кете бересіз. Ал егер 21 таблеткалық түрі болса, онда етеккірдің бірінші күнінен бастап ішесіз. 21 күн ішіп, 7 күн үзіліс жасайсыз. 7 күн үзілістен кейін 8-ші күні жаңа таблеткасын, коробкасын ашып бастап кете бересіз. Бұл таблетка түрі. Екінші түрі бізде пластыр, яғни пластыр бұл теріге жабыстырылады. Иыққа немесе ішке жабыстырылуы мүмкін. Пластыр ол бір жабыстырған ішінде қорабында 3 пластыр болады. Біріншісі 7 күнге жабыстырамыз. 8-ші күні жаңа пластыр жабыстырамыз. 20 күн бойы жабыстырып, 7 күн үзіліс жасаймыз. 7 күн үзілістен кейін жаңа пластырдың қорабын ашып, қайтадан бастаймыз. Бізде осы үзіліс кезінде етеккір келуі керек. Яғни бұл да қолайлы әдіс. Біз яғни ауыз арқылы ішпейміз, денеде жабысып тұрады, ешқандай кедергі келтірмейді. Үшінші түрі бұл вагинальды сақина түрі, яғни бұл вагинальны салынады 21 күнге, етеккірдің бірінші күнінен 21 күннен кейін алып тастау керек. Яғни бұны дәрігердің көмегімен алып, дәрігердің көмегімен салынады. 7 күн үзіліс кезінде етеккіріміз келу керек. Төртінші түрі, яғни инъекциялық депо-провера деп аталады. Бұл 3 ай сайын салынып отырады әйелдерде. Бұның көптеген жанама әсерлері болуы мүмкін. Кейбір әйелдерде етеккірі келмей қалуы мүмкін осы инъекцияның әсерінен. Бірақ ол осы инъекцияны тоқтатқаннан кейін қайтадан қалпына келеді. Осы бір жағынан бұл ыңғайлы, бір саламызда, сосын 3 айға дейін ештеңке қолданбаймыз. Өзі гормон жаңағы аз-аздап 3 айға дейін бөлініп отырады ағзада. Одан кейінгі бізде имплант. Имплант, яғни тері астына салынады. 3-5 жылға дейін әсер ете алады. Бұны міндетті түрде дәрігердің көмегімен салынады. Бұның ұзындығы 4-5 сантиметрге дейін барады. Яғни көп таралған түрі импланон. Бұл да өте тиімді. Егер осы әдіс әйелге жағатын болса, бұл да өте тиімді әдістердің бірі. Кейбір әйелдерге жақпай қалуы мүмкін. Ол кезде қайтып дәрігерімізге барып алып тастауымызға болады. Одан кейінгі әдіс 6-шы гормональды спираль, яғни көбіне Мирена қолданылады. Яғни жаңа спиралдың құрамында гормон болады. Бұны тоже етеккір кезінде салынады. Түріне қарай 5 жыл, 7 жылға дейін, егер әйелде ешқандай қосымша жанама белгілер болмаса, тұра береді. Яғни бұл әсер ету, яғни аз-аздап ағзада бөлініп отырады гормон.
осылай әсер етеді. Енді бұлардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ, артықшылықтары, яғни әйелде сенімділік, яғни етеккірді реттеу мүмкін, гормональды түрлері, және беттегі жаңа угри, акнені азайтады, кейбір түрлері, барлығы емес әрине. Сосын жыныстық өмірге ешқандай кедергі келтірмейді. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, кейбір әйелдерде жаңағы жүрек айну болуы мүмкін, одан көңіл күйдің өзгерістері болуы мүмкін, салмақ қосу болуы мүмкін. Сондықтан қай әдісті таңдайтын болсақ та, өзіміздің, яғни ағзамызға қарай, мысалы бізде қосымша аурулар болуы мүмкін әйелдерде, емізетін әйелдер, емізбейтін әйелдер болуы мүмкін. Соған қарай дәрігермен кеңесе отырып, қай түрін пайдалансақ та осылай қолданамыз. Және айта кететін жайт, мысалы гормональды контрацепция ол барлық әйелдерге жақпайды. Сондықтан мысалы артық салмағы бар әйелдерге көп кеңес берілмейді, өйткені салмағы одан артық қосылуы мүмкін. Және де артық салмақ әйелдер бар әйелдерде көбіне давление болуы мүмкін, сахарный диабет деген сияқты. Егерде әйелде қан қысымы болса, артық салмақ болса, бұл көбіне қарсы көрсеткіш болып табылады. Өйткені гормон болғандықтан жаңағы тромб болып қалуы мүмкін әйелдерде. Сондықтан жүрек ауруы бар, бауыр ауыратын әйелдерде тағайындалмайды. Басқа түрлер қолданылады. Неліктен? Өйткені жаңағы қосымша айтып жатырмыз ғой, тромб болып қалуы мүмкін, қаны қоюланып кетуі мүмкін. Сондықтан әйелдерге біз кеңес береміз, жаңағы 1 ай сайын немесе 3 ай сайын келіп гинекологтың кеңесін алып, анализдер тапсырамыз, общий анализ крови, тромбоциттер тексереміз, биохимия тапсырып, бауырдың қызметін УЗИ түсіп тексеріп отырамыз, АЛТ, АСТ-лар тексеріп. Жалпы сіздерге осы ақпараттар қажет, пайдалы болса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Тағы сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Рахмет.